Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге осындай қазіргі таңда трендте болып жатқан тары тәттісін дайындайтын боламыз. Құрамында тары болғандықтан бұл тәтті өте пайдалы әрі сіңімді болып келеді. Олай болса бастайық. Бізге ең алдымен әрине тары дәні керек болады. Менде дайын қуырылған түрі. Үйде өзіңізде қуырып дайындап алуға болады. Мен 2 ыдысқа 4 ас қасық тары алған болатынмын. Бұл жеткілікті болды маған. 4 ас қасық тарыны ыдысымызға салып, үстіне қайнап тұрған 1 кесе сүтімізді қойып, 1 сағат немесе 45 минутқа қойып қойсаңыз, өте жұмсақ болып шығады. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 20-25% қаймақ керек болады. Мен осында машина деген қаймақты алған болатынмын. Қарап тұрсаңыз, қоюлығы өте енді жақсы. Осы тарыға жақсы келеді. Егер үйіңіздегі қаймақ тым сұйық болып кетсе, онда үй жағдайында оны қоюлатуға болады. Ол үшін қаймаққа еріген желатинді салып, араластырып 1-2 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоюға болады. Сонда да дәмі өте дәмді болады. Ендігі кезекте қаймағымыздың үстіне осындай қоюлатылған сүтті қосамыз, немесе сгущенка дейміз. Бұл да өз дәміңізге қарай осы тәтті дәм беру үшін қосылады. Одан кейін жақсылап тұрып сұйықтау тәріздес масса шыққанша осылай қалақшаның көмегімен немесе қасықтың көмегімен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Бізде массамыз дайын болды. Енді осы массаның үстіне тарымызды салатын боламыз. Тарымызда ісінді, бірақ артық қалып қойған сүтімізді төгіп тастаймыз, себебі жаңағы қаймақ массамыз сұйықтау болып кетеді. Міне өте әдемі жұмсақ болып ісінген. Енді жаңағы массаға осы тарыны қосатын боламыз. Тары мен қаймағымыз біріккенше жақсылап тұрып араластырамыз. Бұл тәттіні қонақ шақырғанда немесе күнделікті дастарханға қойғанда өте әдемі әрі дәмді болып келеді. Міндетті түрде жасап, мені белгілеп, лайк басып, комментарий жазып кетулеріңізді сұраймын. Бұл тәтті ыдыс талғамайды, бірақ үйіңізде осындай әдемі креманкалар болатын болса, өте әдемі көрінеді. Осылай толғанша қасықтың көмегімен салып шығамыз тарымызды. Және үстін әрлеу үшін осындай қайнатылған қызыл ірімшікті сеуіп шығамыз. Бұны біз үккіштен өткіздік және осылай үстіне сеуіп шығамыз. Сонда қызыл ірімшік пен тарының, қаймақтың дәмі бірге үйлескенде ол өте дәмді болып келеді. Бұл тәттінің дәмін тек қана бұл тәттіні жеген адамдар ғана біледі. Енді сөзбен жеткізіп айтуға болмайды. Егер видео ұнаса, лайк басып тіркеліңіз. Астарыңыз дәмді болсын.